бәрі дайын ба? Бастаймыз ба? Так, кете тұр. Все, бастайық, болды. Қайырлы күн достар, бүгінгі мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздердің алдарыңызда сырым жиен бала. Менің бүгінгі контентім тұсаукесері болып жатыр, сондықтан сіздердің қолдауларыңыз ретінде мен YouTube каналыма жазылып қойсаңыздар. Достар, бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз, жалпы мен Instagram парақшам алдында 1-2 сұрақтар қойған болатынмын. Соған байланысты менің көрермендерім бірнеше маған тақырып тастап кетті. Сол тақырыпқа байланысты видео контент түсірсеңіз деп. Соған байланысты мен өзім оқырмандарымның сөзін жерге тастамай, солардың өтініштерін орындауға тырыстым. Жалпы бүгінгі біздің бірінші қозғайтын тақырыбымыз қыздардың алғашқы кездесу кезіндегі жіберетін 3 қатесі. Ұлдардың көзқарасы бойынша, яғни біздің көзқарасымыз бойынша сіздердің қыздар қауымның жіберетін 3 қатесі. Жалпы қарым-қатынас басталғаннан бастап, уже қыз бен жігіт ол мейлі Инстаграмнан таныссын, ВКонтактеден таныссын, әлеуметтік желілерден танысу арқылы немесе өмірде алғашқы кездесу деген ол ең маңызды бір бөлімдердің бірі болып келеді. Себебі сіз адамды бірінші рет визуально көріп, бірінші рет оның болмысын қабылдап сөйлесе бастаған кезінде ол интернеттегі адам мен жалпы сол өмірдегі адам екі бөлек болуы мүмкін. Сондықтан да алғашқы кездесудегі бірінші әсерлер ең негізгі арақатынастың негізгі фундаменті болып келеді. Мынандай нәрсе туылуы мүмкін да, арақатынас басталды, қыз бен жігіт танысты, жалпы екеуі мысалы Инстаграм арқылы танысып сөйлесіп жатыр. Енді келесі уже кезең, ол кездесу кезеңі, екеуі өмірде бір-бірін танып білу керек. Жалпы бағана айтып кеттім ғой, негізгі 3 қатенің бірінші қателігі осы жерде. Қыздардың кейбір жағдайларда қыздар бірінші өздері кездесуге шақырып жатады. Бұл өте үлкен қате сияқты. Номер 1 қате кездесуге қыз баланы шақырып қоюы. Яғни кейбір қыздар асығыстық танытып қойып, ер бала мен неге шақырып кездесуге шақырмай жатыр, мен өзім шақырайын деген сияқтылар пайда болып, олар өздері кездесуге шақыруы мүмкін. Әрине ол жерде асығыстық болғаннан кейін кейбір сезімге беріліп, қатты кездескісі келетіндер болады. Оны жасырмау керек. Бірақ сіз сөйтіп қыз егер сөйтіп шақыратын болатын болса, ол бала өзіне деген, сізге деген мінез өзгеруі мүмкін. Либо сізді өте асығыс шешім қабылдап қойғаныңызды түсінбей кездесуге шақырып өзіне деген сенімсіздігін жоғалтуы мүмкін. Либо мына қыз мені тормоз деп ойлап қалды, немесе тағы да басқа әртүрлі ойлар келіп, ол баланың басын қатыруы мүмкін. Сол кезде осындай әртүрлі бір оқыс оқиғалар болып қалуы әбден мүмкін. Қыздардың жіберетін екінші қатесі қандай? Екінші қатесі 10% ер азаматтар, яғни біздерге ұнамайтын кездесу кезінде қыздардың қатты боянып келуі. Ол бүкіл қыздар қатты боянып келеді деген сөз емес, просто сіздерге факт ретінде айтып жатырмын. Ол өзімде басымнан өткен. Қыздар Инстаграмда бөлек, өмірде бөлек. Адамдар сондай болады, Инстаграмда бөлек, өмірде бөлек. Бірақ кейбір қыздар қатты ұнау үшін тым қатты боянып келетін қыздар бар екенін жалпы мойындау керек. Егер де сіз мысалы сөйлесіп жүрген адамыңызды қаратқыңыз келсе, өйтіп қатты боянудың қажеті жоқ. Жеңіл боянып келсеңіз болады, жеңіл макияж жасап келсеңіз болады. Бірақ қатты боянатын болсаңыз, сіз өзіне деген сенімсіздік танытқан сияқты болып қалыптастыруыңыз мүмкін. Себебі мысалы қарапайым кездесуде, мысалы мен бір қызбен бірінші рет кездесуге баратын болсам, ол қыз қатты боянып келетін болса, мысалы қарапайым түрде, мен ол қызға деген мнением өзгеруі мүмкін. Неге? Өйткені ол қыз менің көзімше өзінің табиғи сұлулығына сенімсіз танытады. Сондықтан қыздар қауымы өтініш сіздерге деген алғашқы кездесуде қатты тым әсерлі боянбаңыздар. Дұрыс ухоженный болған дұрыс, әрине қыз баласы ухоженный болған дұрыс, но бірақ қатты тым бояуды қажет етпейді ухоженный деген, яғни күтім деген. Қыздардың жіберетін 3-ші қатесі арақатынас кезде ұлдардың көзқарасы бойынша. Ол не деп ойлайсыздар? Әрине қыздардың жалпы сол біздерден, ер балалардан баланың зарплатасын, оның материалдық жағдайын, тағы да басқа мағлұматтарды, ақпараттарды сұрастыруы. Яғни әлі толық танымай жатып,
сразу материалдық жағдайын тағы да басқа жағдайларын толығымен сұрастыру бірінші көзқарасты өзгертуі мүмкін, және түбінде ол қарым-қатынастың 80% ондай қарым-қатынастар мықты үйленуге дейін барады деп ойламаймын. Себебі ондай қарым-қатынастарда либо материалдық жағдай үшін адам жүруі мүмкін, мысалы қыз сол балаға қарауы мүмкін, немесе ол қызға деген сияқты әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Сол үшін келесі жағдайларда, допустим, ондай таныстық болатын болса, ешқашанда бірінші сіз сол қарым-қатынас құрайын деп жатқан адамыңыздан ешқашан оның зарплатасын, тағы да басқа материалдық жағдайын алғашқы кездесулерде үйтіп қатты сұрастырудың қажеті жоқ. Сіз өзіңіз уәдеге деген ана адамға көзқарасын өзгертуіңіз мүмкін. Келесі тақырыпты 2-3 күнде салатын боламын. YouTube каналыма тіркеліп қоюларыңызды сұраймын, және жақсылықта көріскенше сау болыңыздар.